Сәлем достар, бүгінгі видеода сіз нағыз ақылдылар ғана шеше алатын сұрақтарға жауап беретін боласыздар. Видеомызды бастамас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бірінші сұрақ. Мысық, қоян салмақтарын өлшеп таразыдан өтетін болды. Мысық пен қоян бірге 10 килограмм болды. Қоян мен ит 20 килограмм. Ит пен мысық 24 килограмм. Ендеше сұрақ, осылардың әр қайсысының салмағы қандай? Жауабын табу үшін біз теңдеу құрамыз. Қоянды x деп аламыз. Салмақ өлшеуге қарағанда иттің салмағы 20 азайтылған x, ал мысықтың салмағы 10 азайтылған x. Ал теңге 24-ті қоямыз, себебі бұл мысық пен иттің жалпы салмағы. Ендеше 30 азайтылған 2x тең 24x. Сәйкесінше 2x азайтылған 6, x тең 3. Қалғаны оп-оңай. Мысық пен қоян 10 килограмм болды, демек мысықтың салмағы 7 килограмм. Қоян мен ит 20 килограмм болды, демек иттің салмағы 17 килограмм. Енді тек үшеуінің салмағын қосу ғана қалды. Жауабы 27 килограмм. Сіз бір алыстағы аралға демалысқа бардыңыз, бірақ жолыңыз болмайтын бәлекенсіз. Сіз барған күні аралда жер сілкініп, жанартау атқылап кетті. Сіз өзіңіздің бөлмеңізде болатынсыз, ал бөлмеңіз 10-шы этажда, натуре жолыңыз болмайды екен. Сіз бөлмеден далаға шығуыңыз керек, бірақ шығудың тек екі жолы бар. Терезеден секіру немесе артқы есікпен шығып кету. Бірақ артқы есіктің алдында қолтырауындар қаптаған, суына тиген тірі жанның бәрін өлтіріп жіберетін улы өзен бар. Ал сіздің бөлмеңізде үрленетін қайық пен 2 метр арқан бар. Сонымен қайсысы жолды таңдайсыз? Егер терезеден секірсеңіз, арқанды қолданғанның өзінде биіктен құлайсыз, себебі арқан 2 метр. Ал қайықпен өзеннен жүрсеңіз, тірі қаласыз, себебі бұл өзен тірі заттың бәрін өлтіреді, демек ондағы қолтырауының бәрі баяғыда өліп қалған. Бір байәке өзінің 3 баласының ішінен ақылдысын тауып, өз мұрасын қалдырмақ болады. Сол үшін арнайы сынақ өткізеді. Ол өз балаларына 100 рубль беріп, үйді бөлмені толық толтыратын зат алуларын бұйырады. Бірінші баласы ақшаның бәріне қағаз алып, бөлменің барлық жеріне жапсырғысы келеді, бірақ қағаз жетпей қалады. Екінші баласы ағаштың үгіндісін сатып алады, бірақ ол да толықтай толтыра алмапты. Сөйтіп, үшінші ұлының сатып алған заты әкесіне ұнап, мұраға сол ие болыпты. Сұрақ: сонымен, үшінші бала әкесі берген затқа не сатып алды? Жауабы майшам, себебі майшамның жарығы барлық бөлмені толтырады. Ал енді мұқияттылыққа арналған тапсырма. Мына суреттерге мұқият қарап, ненің дұрыс емес екенін тап.
Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Комментарийге өз нәтижелеріңізді жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған бәрі бар арнасы. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.